Жәннатқа барсақ, бәріміз құрдас боламыз. Сағынып тұрар бір-бірін шын дос боламыз. Шаттықтан бар жұрт мақтадай қалықтайтын болады. Қанша өмір сүрсе де, еш адам шалықпайтын болады. Күйген тірлікпен күйі кетіп торықпайтын болады. Ит тістеп, жылан шағат деп қорықпайтын болады. Жалақы қашан тиет деп тарықпайтын болады. Жұмыстан қысқарып қалам деп қамықпайтын болады. Өзің де онда ешкімге пара бермейсің. Жермен үй сұрап әкімге бара бермейсің. Кигеніміз жібек, ыдысымыз алтыннан болады. Ыстық суықсыз, ауа райы салқыннан болады. Ләззаттан балқып, бақыттан балбырайтын боламыз. Көркіміз күнде нұрланып, албырайтын боламыз. Ол жақта бүгін көргенің ертең болмайды. Бұл жақта ешкім ондағыдай көркем болмайды. Жақпайтын тамақ жеп онда ішің ауырмайды. Халуадан асап жесең де тісің ауырмайды. Мың жүзім дәмі бір-біріне ұқсамайтын болады. Мезетіп адамдар бір-бірін қыстамайтын болады. Жанияның ойлап жағдайын жасып жүрмейсің. Қарызданып қалып біреуден қашып жүрмейсің. Ондағы өмір ешқандай сынақ болмайды. Не істедің, неге өйттің деп сұрақ қалмайды. Ондағы шаттық жалауы құлап қалмайды. Шайтан жоқ онда, бөгде әйел ұнап қалмайды. Бұлақтар, көлдер, өзендер шырын бал болады. Бұлбұлдар әні сүйкімді шырылдар болады. Әйелің сені әр қыздан қызғанбайтын болады. Кешіксең, қайда болдың деп сызданбайтын болады. Құштарлық толы кеуделер күмбірлейтін болады. Іш тарлық жайлы адамдар дым білмейтін болады. Ол үшін бүгін тазалап ойларымызды, күнәдан аулақ ұстайық ойларымызды. Үйлендіріп әрбір салт басты бойдағымызды, адал аспенен тойлайық тойларымызды. Ұмытып кетіп қайдағы жайдағымызды, жайбырақат жұрт болайық жайдары жүзді. Ықыласымызды арттырып амалдарымызды, көбірек басып мешітке қадамдарымызды, тірлікте тайғанақтатпай табандарымызды, түзейік ой мен тілдегі жамандарымызды. Жәннатқа барсақ, бәріміз құрдас боламыз.